Бұл курстың өзектілігі астрономиядағы жақын жұлдыздарға дейін қашықтықтарды өлшеуге, географиядағы бағдарлар арасында қашықтықты өлшеуге, спутниктердің навигация жүйесін бақылауға мүмкіндік береді. Музыка теориясы, акустика, оптика, қаржы нарықтарын талдау, электроника, статистика, биология, медицина, фармацевтика, химия, сейсмология, метеорология, картография, физиканың көптеген бөлімдері, геодезия мен топография, экономика, компьютерлік графика сияқты салаларда қолданылады. Курстың құрылымы теориялық бөлім бірінші, екінші практикалық бөлім, үшінші ақпараттық әдістемелік бөлім, дидактикалық материалдар төртінші, бесінші қолданылған әдебиеттер болып табылады. Енді осыдан күтілетін нәтижелер бұл курс оқушыларға мынандай мүмкіндіктер береді. Мектеп математикасында бұрын өтілген материалдарды толық қайталап жүйелеуге, есептер шығарудың негізгі әдістерін меңгеруге, тест тапсырудың техникасымен іс жүзінде танысып қолдана білуге, іс жүзінде есептерді шығарудың стандартты және стандартты емес тәсілдерімен танысып қолдана білуге, есептерді шешуде қажетті нәтижелерді нақты білуге. Енді қорыта айтқанда, тригонометриялық теңдеулер теориясы бойынша элективті курс оқушылардың математикалық ойлау қабілеттерін арттырумен қатар, олардың болашақ кәсіби қызметтеріне дайын болуына көмектеседі. Бұл курс тек білім беру жүйесінде емес, сонымен қатар оқушылардың жеке дамуына да маңызды рөл атқарады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен 53-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Букиева Дина Жангербаевна, магистр педагог зерттеуші. Бүгінгі сіздерге таныстырып отырған авторлық жолдарының тақырыбы геометрия пәнінен ОБТ-ға дайындық. Элективті курс бағдарламасы 10-шы және 11-ші сыныптарға арналған, аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағаттан тұрады. Сіздерге геометрия пәнінен ОБТ-ға дайындық атты элективті курс бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарлама 10-шы және 11-ші сыныптар үшін маңызды және тиімді құрал болып табылады. Себебі ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі үнемі жаңартылып отырады. Сондықтан бізде қазіргі кезде оқушылардың геометрия пәні бойынша білім деңгейі жоғары болуы қажет. Геометрия пәні ОБТ-да үлкен мәнге ие, және ол тек теориялық білімді ғана емес, сондай-ақ логикалық ойлау және есептерді дұрыс шешу қабілетін де талап етеді. Бұл курс бағдарламасы оқушыларды осы талаптарға сай деңгейде және 7-11 сынып геометрия тақырыптарын тізбектей жүйелі түрде дайындауға бағытталған. Бағдарлама мақсаты геометрия пәнінен оқушылардың білімін тереңдету, алған білімдерін өмірге қолдануға дағдыландыру, ОБТ-да геометриядан жоғары балл жинау үшін қажетті білімдерді меңгерту, геометриялық есептерді шешуде жүйелі ойлау және дәлелдеуді қажет ететін, дәлдікті қажет ететін, жауап беретін қабілеттерді дамыту, пәнаралық байланыстар арқылы оқушылардың білімін кеңейту, функционалдық сауаттылықты дамыту және геогебра көмегімен геометриялық ұғымдар мен шешімдерді визуализациялау арқылы оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау мен сыни пікірлерді дамыту арқылы шығармашылыққа баулу және болашақ мамандыққа қажетті дағдыларды қалыптастыру. Курстың маңыздылығы бүгінде ғылым мен техниканың даму қарқынына сай білім мазмұны жаңартылып, әрбір оқушыға орта мектепте оқытылатын негізгі пәндер сапалы оқумен қатар, олардың өмірде кездесетін есептерді шеше білуге, кез келген сынақтан мойымай табыспен өтуге, сыни тұрғыдан ойлау арқылы шығармашылық ізденіске дағдыландыруды талап етеді. Сонымен байланысты бағдарламалық курс оқушылардың ОБТ-да дайындықтарын жүйелі түрде қамтамасыз етуіне,
геометрия пәнінен терең меңгеруіне, шығармашылық сыни ойлау дағдыларын дамытуына, білім сапасының артуына, оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға және болашаққа ғылыми-техникалық мамандықтарға дайындауға мүмкіндік береді. Бағдарламаның ерекшелігі курстағы дидактикалық материалдар өмірмен байланысты құрастырылған. Оқушылар тек есептерді шешуді үйреніп қана қоймай, геометриялық ұғымдарды күнделікті өмірде қалай пайдалану керектігін түсінеді. ұбт-да кездесетін есептерді уақытында әрі дұрыс шешуге қажетті дағдылар қалыптасады. Геометриялық ұғымдарды әртүрлі мамандықтарда қолдану арқылы оқушылардың нақты нәтижелерге жетуге тырысады және оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, ұбт-дан жоғары нәтиже алуға жетелейді. Курстың құрылымы теориялық, практикалық білімдерден тұрады және ол жерде практикалық бөлімде бірнеше жаңа платформалардан құралған тест тапсырмалары және өмірмен байланысты материалдар қарастырылған. Соңғы бөлім ол әдебиеттер бөлімі, ол мұғалімдер мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жоғарыда атап өтілгендей, бұлар дидактикалық материалдар, яғни барлық есептер өмірмен байланысты қарастырылған. Келетін нәтиже оқушылар геометрия пәні бойынша тапсырмаларды дұрыс және жылдам орындауға дағдыланады. Оқушылар логикалық және сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік алады. Геометриялық есептерді шешу барысында аналитикалық және абстрактылы ойлау қабілеттері артады. Оқушылар түрлі тапсырмаларды уақытында әрі тиімді шешуге дағдыланады. Оқушылар өз білімдерін нақты және өмірлік жағдайларда қолдануға үйренеді. Геометрияның түрлі тақырыптары бойынша қосымша зерттеу жүргізуге қалыптасады. Қорытындылай келе, бұл курс ұбт-ға сапалы дайындықтың кепілі. Курс соңында оқушылар геометрияға деген қызығушылығы артады, есептерді сенімділігі шығаруда сенімділігінен дағдылары қалыптасады және ұбт-ға дайындық барысында алған білімдерін қолдану дағдылары қалыптасады. Осы элективті курстың көмегімен оқушылар жоғары нәтижеге қол жеткізеді. Сөз соңында келешектегі жетістіктерімізге бірге қадам жасайық дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі біздің вебинарымыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға уақыттарыңызды бөліп, қатысып, қолдау білдіргендеріңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Шыға берулеріңізге болады.